Аккорд. Қағазына көңіл бұралық. 2009, объемы 3.5, коробка автомат. Телефон номерлері. Арқа жағынан бір тартып қойайын. Парктрониктер бар екен. Ішкі салонына көңіл бұрсақ, қара кожа, автомат, коробка, арқаңқы көрініші, мультироль, жақшы подогрев сиденьелармен қошы. Басы $9000 да. $9000. Honda Accord. Toyota Estima. Мен живой бірінші жол көршім. Жаңы кузовтарынан кен. Салыштырмалы жаңы. 2006, объемы 2.4, оң руль. Эстималар оң рульда болады. Басы да жазып қойып $11,500, телефон номерлері. Машинаны бір көрсетіп қойайын. Барған сайын жақшынақай кілт шығарып баштайды. 5 ключевой доступ. Кички салондағы өзгөріштері бар. Торпедалардың формалары ескі дейлі, бирок мындай дағы кішіне бір өзгөчөлөнүп, ийилип, чарылып тұр дағы мурданкы кузовтан айырмалуу. 9 зонный климат контроль, өзүнүн штатный монитору бар екен. Пробеги канча болуп калды билбедиңерби? 170 000 километр пробеги. Мондай чехолдор жакшы жумшак. Анан өзүндүкү тканевый велюровый экен. Сиденьялары Estima генен чоң болот. Ички пассажирлер генен эле отурушат, кысылбай эле. Чоң минивендерге кирип кетет. Estima. Эшиктери, ортоңку эшиктери эки жактан тең ачылат, электроприводто. Камера заднего хода бар екен. Жақшы. Subaru Forester. Грузиядан келіп тұр. Значит, скорее всего, американец болады. $2012, объемы 2.5, коробка автомат. Телефон номерлері 773 700 828. Ички салонына көңіл бұрсақ, түшінікті бардығыңарға дейм. Мультироль, сиденьялары бежевый материалда, монитор жоқ екен, магнитола жөнөкөй стандартный. Жөлі классический стилдегі машина, подогрев сидений алдыңғы пассажирлерге. Бирок таза. Действительно, сиденьяларынан байқасаңыздар болады. Бір кирпири жоқ, же өтө химчистка аябай жакшы кылган. Басы $12,500 деп атат. Еші. Toyota Corolla. Кыргызстан номер қойылған, свежий перегон екен. Жылы 2012, объемы 1.6, телефон номерлері. Так, ички салонына бір көңіл бұрып қоялы. Алдыңқы айнектері стеклоподъемник, электрический. Коробка автомат, монитор қойылған екен. GVC. Бұл неме жағы, приборный жағы. Сиденьялар маңдай қара
материалда. Бағасы 10 000 доллар деп атат. Есі. Айтылыш бағасы. 2012 Toyota Corolla. Мондай фарбалар көй бастаптыр. Келіп жақшылы машина. Жылы 2005, коробка механика, басы 7 000 доллар. Телефон номерлері. Сыртқы ауалы. Mercedes-Benz C-класс. Ондай. Дворниктер бар екен, фарын. 1998 коробка автомат. Бірақ сыртқы ауалы жақшы, максимальный комплектацияда болған ұқсайды бұлар. Эспирит комплектациясы. Люк бар екен. Ички жағы. Ички жағы. Ой, багажный жағы. Қанша? 5 000 қанша дедіңіз? 5200 доллар деп отыр. Пробеги қанша келді? 272 000 километр. Hyundai Solaris 2012, объемы 1.4, коробка механика. Телефон номерлері. Пробег қанша болып қалды екен? 153 000 километр пробеги. Бағасы 6200 доллар деп атады. Mercedes-Benz E-класс 210 кузовта. Комплектация авангард. Кузов седан 1998, объемы 2, телефон номерлері. Пробег қанша болып қалды? Пробеги. Пробеги жаз шығады. 283 507 километр пробеги. Қара кожа. Мынандай электронный климат контроль. Басы 320 000 сом деп атат. Айтылыш басы. Honda Jazz. Бұл машинаны бардыңарлы көйлі түшінесіңдер. Көптілі ішкі салонына көңіл бұрбайдылы қойылы. Бардыңарлы білесіздер. 2004, объемы 1.4. Телефон номерлері. Пробеги қанша болып қалды екен? 179 000, Так, алдыңқылар электростеклоподъемник, монитор қойылып тұр. Бар екен. Басы 400 000 сом деп атат. Айтылыш басы. Та bir Honda Jazz 2003, объемы 1.4, телефон номерлері. Басы 350 000 сом деп атат. Есі. Пробеги қанша болып қалды білбедіңіз бе? 130 000 километр дейді. Volkswagen Passat Универсал B3 кузовында 1992, объемы 1.8, телефон номерлері есің. Басы 120 000 сом деп атат есі. Бұлар таксовать еткен аябай жақшы, багажнигі аябай кенен, өтті чоң. Өзді ішкі салонында бұлар кенен болады. Өзіңіздер көпчілігіңіздер жақсы білесіздер. Бұл машина жөнінде аябай бұшық, жақсы машиналардың бірі.